Мешітке кіріп алып тек дұғаны Раббым мынаны берші деп дұға етіп отыра беретін болсаңыз да ризық келмейді ол бәрібір. Ризық тағдырға жазылып қойған болса. Күнәлі істермен айналысқан сайын ризығыңыздың берекесін алып қояды Аллах Тағала. Ризықтың табу ниеті қандай болар түбінде? Егер одан байлықты азайтса алып қоятын болса, ол Алласын бірден ұмытады дейді. Кедей болу сүннет емес. Байымай жатсам, оған да реніш білдірмеймін, тағдырға риза болу. Бір адамдарға Аллах Тағала байлықты солай береді дейді. Оны кедей қылмайды өлгенше дейді. Субханалла. Неге? Себеп тек мынада. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біздің қонаққа Нұр Мүбарак университетінің ұстазы Жомарт ұстаз келіп отыр. Ассалаумағалейкум ұстаз. Уағалейкумассалам рахматуллахи. Бүгін біз ризық жайлы сөйлесетін боламыз. Иншалла. Жиналып қалды. Иншалла. Бірінші сол ризық деген не деп бастасақ сол. Әдемі, керемет. Біріншіден Аллах Тағала мақтаулар болсын, пайғамбарымызға салауаттар. Алла разы болсын. Қонақ қылып шақырғандарыңызға. Тақырып керемет. Бүгінгі маңызды, актуальный дейміз ғой. Қоғамдағы жастардың ортасында болсын, біздің еліміздегі маңызды тақырыптар. Енді ризық деген не деген кезде, өкініштісі көп жағдайда ризықты тек қана адамдар ішіп жеммен өлшейді. Бүгін қоғамда, түсінікте, ризық деген нәрсе сол ақша табу, сол күнделікті жейтін тамағы, сусыны, соны ойлайды. Негізі ризық ол өте кең араб тілінде. Ақылыңыз да ризық. Сіздің ойлау, бір ойдың келуі де сізге ризық. Сіздің ақша, тамақ, мал дүниеңізден бөлек үйленуіңіз, әйеліңіз ер азамат болсаңыз, ол да ризық. Әйел кісіге күйеуі ризық. Сіздің осы жерде белгілі бір ұлттың адам болып туылу да, ол да ризық жазылған. Қай жерде туылыңыз, ол да ризық негізі. Ойлаңыз. Ананың жатырында бала пайда болады ғой. Ананың жатырында бала пайда болған кезде ризық жазылады деп айтамыз. Бірақ ол қай кезде ризық жазылады? 120 күн толғаннан кейін жазылады. Пайғамбарымыздың хадисінде айтылған. Оған дейін тек жаратылып жатыр. 120 күн дегеніміз жобамен 4 ай ғой. 4 айдан 5 айға қарай қадам басқан кезде. Сонда рух осы кезде салынады. Оған дейін рух болмайды. Оған дейін тек жүрек өзінің қимылын соғып тұра береді, өйткені ол дененің бір мүшесі секілді, бір мүше ғана жүрек деген. Ал бірақ негізгі тіршілігі рухтың келуіменен. Осы рух, Алла Тағаланың жаңағы жазмышында жаратылып қойған рухтар, осы рухтар қай жердегі ұлтқа барып, осы рухтардың ризығы да. Біздің де рухымыз соның ішінде тұрды. Аллах Тағала Қазақстан таңдады, ризық болып жазылды осында. Қай ата-ананы таңдап ризық қылды бізге, сол ананың барып жатырына салындық. Сол жерден бала болып не келдік. Сондықтан ризық ұғымы бүгінгі тек ішіп жем, немесе жаңағы ақша дүние малмен ғана өлшенетін тақырып емес, бұл өте кең. Өте кең. Ризық тағдырға жазылып қойған болса, дұғамен, амалдармен оны өзгертуге бола ма? Иде керісінше күнәлі істермен оны жоғалтып алуға бола ма? Машалла. Сұрақ салмақта. Бірінші жаңағы сұрағыңыздың соңғы жағында бөлігіне жауап беріп кетейін. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламнан хадис келеді. Күнәлармен ризықтарың азаяды деген. Ризықтарың азаяды деген кезде сол хадистің түсіндірмесінде ғалымдар айтады, ризықтың берекесі кетіп қалады дейді. Яғни мысалға сіздің айна табатын күнә жасап жатсыз, бірақ айна табатын ақшаңыздың көлемі сол күйінде қалуы мүмкін. Бірақ берекесі болмайды. Қалай берекесі болмайды? Ақша қанша көп тауып жатса да, сондай қоғамда бар адамдар бар. Кейде мешітке келіп, кезінде имам болған кезімізде, кәдімгідей шағым айтатын. Ақша таппайды емес, табам, бірақ білмеймін, әйтеуір жоқ болып кете береді дейді. Берекесіздік осы. Түсінесіз бе? Неге жоқ болып кетіп жатыр? Өйткені сіз күнәмен айналысып жүрсіз. Күнәлі істермен айналысқан сайын ризығыңыздың берекесін алып қояды Аллах Тағала. Көп табу ол берекелі болады деген сөз емес. Береке қай жерде болады? Яғни азғантай ақшаңыздың өзі берекелі болып, біраз нәрсені жабуы мүмкін. Ал көп ақшаңыздың өзі берекесіз болып, еш нәрсеге жетпеуі мүмкін. Осының негізгі кілті қай жерде тұр десек, күнә жасау мен күнә жасамауда тұр. Түсіндіңіз бе? Бұған пайғамбарымыздың хадис дәлел. Ал енді дұғамен немесе салихалы бір амалдармен ризықты көбейтуге бола ма деп ойласақ, енді жазылған ғой деп. Иә, жазылған, бірақ та біз қанша көлемде жазылған біз білмейміз ғой. Жалпы тағдыр деген нәрсе, қадар, яғни бұл жасырылған нәрсе.
бізге ғайып ол. Қанша ризық жазылды, керек десеңіз ол тағдырда мен туылғаннан дүниеден өткенге дейін жейтін күрішімнің штугына дейін жазылған. Осыған сенсеңіз, ол сол иман деп аталады. Бірақ мен оны қалай табам? Енді тағдырда жазылған екен ғой, мен мына жұмыспен болды, осымен ғана шектелем деп 1-2 сағаттан кейін барып жата беретін болсам, менің сол жатуым ескеріліп жазылған. Сондықтан ризығым, мысалға, жазылған ризық осы екен деп азғантай ақшамен бала шағамды асыра алмай, енді осыны жазып қойса не істеймін енді деп кешке дейін жатсам, ол дұрыс емес, бұл дұрыс емес түсіндік. Немесе ризық деген нәрсе, мен оны дұғамен өзгертіп алам деп, дұғамен бәрін сұрап алам деп, мешітке кіріп алып тек дұғаны Раббым мынаны берші, мынаны берші деп дұға етіп отыра беретін болсаңыз да ризық келмейді ол бәрібір. Осындай адамдарды Омар радиаллаху анху халифа кезінде пайғамбарымыз мешітіне келсе, белгілі бір адамдар жаңағы жастар жағы әсіресе мешітте шықпай отыр екен. Сосын Омар радиаллаху анху қуат бәрін. Білесіңдер ғой сендер аспаннан алтын мен күмістің жаумайтынын. Тараңдар, Алланың ризығын іздеңдер, түсіндіңіз бе? Сонда бізге ризық жазылған, бірақ оны іздеудің жолдарын, әрекеттері жасалу керек. Әрекеттерін мен жасаған сайын, менің тағдырымда тұрған ризықтың мөлшері сол кезде ғана маған белгілі болады. Оны тек дұғамен шешіп ала алмаймын оны. Я, дұға бұл бір құрал. Бұл маған ризықтың адал келуі жолындағы, ризығымның берекелі болып келуі жолындағы бұл бір әрекетім менің. Түсініңіз? Ал енді бірақ мен жұмыс істеуім, ізденуім, бұның бәрі, мысалға, жұма деп аталатын сүре, жұма бүкіл адамдардың мешітке жиналатын уақыты ғой. Сол жұмаға кеп тұрған адамдардың өзіне Аллах айтып жатыр. Фаида қудиятис сола, егер намазды атқарып болсаңдар, фанташиру фил арды, бірден мешіттен шығып кетіңдер деп жатыр. Таралыңдар жердің бетіне. Не істейміз Раббымыз? Енді құлшылық жасадық, отыра берме дейді, шығып кет дейді. Не істеймін? Уабтагу мин фадлиллахи, Алланың кеңшілігінен іздеңдер, яғни ризық ізде. Көрдіңіз бе? Бірақ ризық іздеп жүрген кезде біл. Вазкуруллаха кафирон, Алланы өте көп еске алып жүр, ризық іздеп жүрген кезіңде. Мешіттен шығып кеттім деп, дүниеге беріліп кіріп кетпе. Дүниені іздеп жүріп, Алланы еске алып жүр. Лағаллакум жаңағы туфлихун, мүмкін сендер құтыларсыңдар сол кезде дейді. Яғни дүние іздеп жүріп, Алла еске алынбай қалса, ұмытылып, онда біз көп нәрсе ұтыламыз. Ол жерде адам былай түсіну мүмкін, субханалла, субханалла, астағфирулла, альхамдулилля деп соны айтып жүру деп. Жоқ, Алла тағаланы еске алу үлкен мағынада, осының бәрін қамтиды. Сол үшін тек ризықты дұғамен ғана шешіп алам деген нәрсе, бұл дұрыс емес түсінік. Дұғаны жасайсыз, бірақ әрекет керек. Өйткені менің тағдырымда ризық жазылған, ол менің әрекетім қалай болады, солай жазылды. Адамда әрекет етіп ризық іздеудегі еңбекке берілетіндігін алдын ала білетін Алла соны тағдырға жазады. Түсіндіңіз бе? Және ол жерге өзінің білімі, өзінің даналығы қоса қамтылады. Мысалға, пайғамбарымыз былай дейді: бір адамдарға Аллах тағала байлықты солай береді дейді. Оны кедей қылмайды өлгенше дейді. Субханалла. Неге? Себеп тек мынада. Бір мұсылманға байлықты беріп жатыр да, егер одан байлықты азайтса, алып қоятын болса, ол Алласын бірден ұмытады дейді. Яғни құлшылыққа мүлдем жоламай қояды. Түсініңіз? Шүкірсіз халге түсіп кетеді. Сондықтан Аллах тағала оны дүниені беріп тұрып, соның Аллаға деген шүкірлік халінде жәннатқа қарай кіргізіп жіберуді қалайды. Алланың жақсылығын көрдіңіз бе? Ал енді бір адамдарға дүниені бермей ұстайды дейді. Өлшеп береді, яғни өлтірмейді. Өлшеп береді. Яғни күнделікті тамағына, киімдеріне жетуі мүмкін, бірақ артығырақ бір нәрсе алуға ақша жетпеуі мүмкін. Оған байлық беретін болса, ол керісінше адасады деген. Мұсылман байымау керек деген сөз емес, мұсылман да бай болу керек, бірақ та берілмей өлшеулі болып тұрса, ашуланбау. Онда осы қайырлы. Түсініңіз? Бірақ та мен еңбек етуім тоқтатпаймын. Тоқтатпаймын. Өзі жаңағы ризығымның өлшенген көлемі сол арқылы келіп тұра береді маған. Байымай жатсам, оған да реніш білдірмеймін. Тағдырға риза болу. Түсіндіңіз бе? Ол демек, мен үшін сол нәрсе қазір қайырлы болып тұр. Әбден өзінің руханиятын тәрбиелейін. Руханиятын тәрбиелеген кезде, руханияты күшті, Алламен байланысы мықты адамға неге бермейді Аллах тағала ризықты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бай қуатты болған. Кедей болу сүннет емес осы жайлы. Өте керемет. Иә, шынымен де көбісі ойлап қалуы мүмкін. Кейбір жерде қате түсінік ретінде де айтып жатады. Ол кісі үйінде бір ай қазан қайнамаған деген хадистер келеді. Соның негізінде пайғамбарымыз кедей болған деп. Жоқ. Мысалы қараңыз, қажылыққа барған кезінде 100 түйені құрбандыққа шалған.
100 түйе. Соның 63-ін өзінің 63 жасында барды ғой. 63 түйесін өзінің қолымен құрбан етіп шалады да, 37 түйені Әли радиаллаху анхуға береді. 63-ін өзі құрбандыққа шалған. Сонда 100 түйені апарып тұр. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір адамдар үйіне келіп бір нәрсе сұраса, соған еш нәрсесіз қайтармаған. Яғни қолына бір нәрсе ұстатып қайтарады. Тіпті өзінде еш нәрсе жоқ болса, базардан барып пайғамбарымыздың атынан қарыз қалып кететін адамдар. Сөйтіп пайғамбар сол қарыздарды жауып жүретін. Сондай-ақ бір мұсылман өзінің сахабасы белгілі бір себеппен, оны сирада енді себебін ашпай ақ қойып, ол өте үлкен оқиға. Белгілі бір себеппен екі кісіні өлтіріп қойған кезде, әр адамның құны 100 түйе ғой. 100 ұрғашы түйе, оның елуі буаз болу керек. 200 түйені пайғамбарымыз төлеп берген. Кәдімгідей сол түйені тауып, соның бәрін төлеп. Міне пайғамбарымыздың өмірінде жетеді бұндай жаңағыдай ғибратты сәттер, яғни пайғамбарымыз кедей болмаған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бай болған. Бірақ та неге онда ол кісінің үйінде бір ай қазан қайнамады? Себебі дүние келді ма, ол кісі дүниені ұстамайтын, бәрін таратып бере беретін. Түсіндіңіз бе? Бір күні пайғамбарымыз құптан намазын оқып болып, намазды оқып болғаннан кейін ол кісі асықпай, дұғаларын жасап, жаңағы Алланы еске алу зікірлерін жасап, сөйтіп барып тұратын орнына, жаңағы тасбихтар, яғни бүгінгі біздің айтып жүрген. Соның бәрін жасап барып тұратын. Бірақ бір күні пайғамбарымыз құптанды оқып болады да, сахабалардың бәрінің үстінен аттап Айша анамыздың үйіне кіріп кетеді. Сахабалар таңғалады. Елшіге не болды? Сөйтіп күтеді, яғни бір жағдай болды деп ойлайды. Бәрі үркіп қорқып отырды. Пайғамбарымыз қайтып келеді, сосын айтады: мен намазда жаңа есіме түсіп кетті дейді, үйде бір дирхам ақша қалып қойыпты дейді. Түсіңіз бе? Егер менің қазір намаз оқып болам дегенше қазір жаным алынатын болса, үйімде бір дирхам қалып кетті деп мен Алламен жолығуға қорқамын деген. Ойлаңыз. Өйткені пайғамбарлар өздерінен кейін дүние, мал, динар, дирхам қалдырмайды. Пайғамбарлар тек мирасқа білім қалдырады деген. Өзінің хадисі бар, түсіңіз бе? Сонда бір дирхам ақша үшін, кішкентай бір ақша үшін пайғамбар намазды аяқтай салып, кәдімгідей тез барып, анан Айша анамызға тапсырып, садақаға таратқызып жіберген. Дүние келеді қолына, таратып жібереді. Дүние келеді, таратып жібереді. Тіпті сол хадистерден дұрыс емес түсінік қалыптасып, жаңағы бай болмау керек мұсылман деген, пайғамбардың өзі кедей болған ғой деп, дұрыс емес түсінікке қарай бағыт көрсетіп жүрген адамдар болса, ол кісілерге бірден айтамыз: қателестіңіз, адамды қателікке шақырмаңыз. Себебі пайғамбарымыздан керемет мынандай бір хадис келеді: салихалы ердің қолындағы мал дүние, салихалы адамның қолындағы мал дүние қандай керемет нығметті мал дүние деген. Түсіндіңіз бе? Сондықтан ең бастысы жаңағы мал дүниенің, сіз мал дүниенікі болып кетпеуіңіз, мал дүние сіздікі болу керек та. Міне сол үшін пайғамбарымыз кедей болмаған, кедейлікке шақырмаған. Тіпті таңертең және кешкі дұғаларының ішінде пайғамбарымыздан мынандай бір дұға келеді: Аллахумма инни аузу бика минал куфри вал фақр. Аллахым, сенен шүкірсіздік пен кедейліктен пана сұрап жәрдем сұраймын деген, саған сыйынамын деген. Ойлаңыз, шүкірсіздік, яғни күфірлік, шүкірсіздік, және де пақырлық, кедейліктен сыйынған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тағы бір хадисінде айтады: кедейлік дегенім адамды күнәға тартуға жеткілікті нәрсе ғой деген. Фақырлық, кедейлік яғни. Неге? Өйткені адам кедей болған сайын ол ұрлыққа бару мүмкін, бір нәрсе жетпейді, көрдіңіз бе? Ол харам нәрселерге, арам ақшаларға бару мүмкін, қоғамдағы неше түрлі пайыздық нәрселерді алып қоя беру. Неге? Өйткені кедей. Түсіңіз? Осындай кедей, өте кедей жағдай кедей адам қиналғаннан әртүрлі шариғатта рұқсат етілмеген нәрселер жасау мүмкін. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кедейліктен сыйынған және үмметке де кедей болмауға қарай, әрекетті болуға, ризық іздеуге, тіпті баюға қарай жол көрсетті десек болады. Міне ризық мәселесінде бұл пайғамбарымыздың бізге көрсеткен бағыт-бағдары, дұрыс бағыт-бағдары. Көп жұмыс істеп, табысы аз болса, ол ризықтың аздығы ма, әлде басқа факторлар бар ма? Жұмыс істейсіз, бірақ та үлкен көлемде бір ақша таппай жатсыз. Онда Аллах тағаланың осы өлшеп қойған ризығы сізге сол мөлшерде ғана келіп жатыр. Осыған қанағат ету деген нәрсе бар. Енді бұны шамалы ашайын. Мысалға, қай кезде адам көп жұмыс істеу керек жалпы өзі? Қарызға батқан кезде көп жұмыс істейді. Жақсы. Мысалға, адамның қарызы бар. Демек, ол адам бір жұмыстан құтыла алмай жатса, яғни бір жұмыстың ғана айлығымен құтыла алмай жатса бұл қарыздан, онда екінші бір жұмысқа әрекет жасау керек. Екінші бір табыс көзіне, яғни жұмыс деп үлкейтіп айтпай ақ қояйық, екінші бір табыс көзіне әрекет жасау міндетті.
Өйткені қарыздан құтылу керек. Бұл қарыз үлкен уайым. Адамды қиямет күні Аллах Тағала бүкіл күнәларын кешірсе де, адаммен байланысты күнәларын ол адам кешірмейінше кешірмейді. Ал қарыз бөліп кетсем, артымда бұл нәрсе жабылмай қалса, қиямет күні әлгі адам менің кеп сауаптарымнан алады. Алла да оның елшісі де біздің қияметте осылай қиналып тұрғанымыз қаламайды. Сондықтан қарыз бар кезде тіпті пайғамбарымыз бұның соншалықты маңызды екендігін түсіндіріп, бір күні бір жаназаға келеді, қарызы бар ма бұл бауырларыңның дейді. Мұсылман кісі дүниеден өтіп жатыр. Иә бар дейді. Онда өздерің жаназасын оқып алыңдар деп пайғамбарымыз кетіп бара жатады. Сонда сахабалар тоқтатып, бір сахаба шығып, Аллахтың елшісі, рұқсат етсеңіз, бұл кісінің қарызын толық мен мойныма аламын дейді. Сонда пайғамбарымыз сұрайды, нақты мойныңа аласың ба? Иә. Сосын барып жаназасын оққан. Кейін жаңа сахаба айтады, бірнеше күн өткеннен кейін, бірнеше уақыт өткесін, пайғамбарымыз мені көріп қалып сұрады дейді, не істедің, әлгі бауырыңның қарызын жаптың ба деп, көрдіңіз ба? Уайымдауы. Сонда я Аллахтың елшісі, жаптым деген кезде альхамдулилля деп айтты. Міне, біз қарыз бар адам бүгінгі таңда, онда ол табыс көздерін көбейтуге кірісу керек, әрекет жасау керек. Кешкі 9-дан 6-ға дейін бір жерде жұмыс істейтін болса, онда 6-тан кейін мен осы жұмысты істеп жатырмын, менде қарызым көп, бірақ осы жұмыстың арқылы мен жауып жатырмын, жаппай жатсам, жаба алмай жатсам, не істеймін, енді жерден қасып табам ба деген нәрсе болмайды. Онда 6-тан кейін барып жұмыс істеңіз. Және осы жерге тағы бір нәрсені айтқым келеді. Бір кісі, жас жігіт, пайғамбарымыз айтады, менің ризығым аз дейді. Яғни қалай байысам болады деген бүгінгі қоғамның сұрағы ғой, бір байып кетсем деген, ризығым аз. Пайғамбарымыз айтады, үйлен дейді. Бүгін мынау біздің бүгінгі қоғамның өлшемінде мынау дұрыс емес. Бірақ Алланың алдында бұл ең дұрыс жол осы. Негізі қазақтың ғұрпында да бар, жаңағы бас екеу болмай, мал төртеу болмас деген. Осы сүннеттің негізінде пайда болған ғұрыптық әдемі сөз ғой негізі. Ең күшті сенім да бұл. Сондықтан үйленудің өзі ризық екен. Үйленудің өзі ризығыңыздың көбеюіне себеп болады. Бұл қалай көбеюіне себеп болады? Бір бойдақ кісі, жігіт, өзінің ризығы жазылған, өлшенген. Сол қызметін атқарып, сол ризық табылып жатыр. Мына жақта әйел кісі, қыз баласы тұрмысқа шықпаған, оның ризығы бар өзінің. Ол өзі тауып жүр, әкесі арқылы келіп жатыр, ағасы арқылы келіп жатыр бұл, иә? Сөйтіп мына екеуі қосылды. Мына хадистен нені алуға болады бағанағы жерден? Мен үйленген уақытта еркек ризықты өзі табуға кірісу керек. Мына әйелдің де қамтамасыз етуге кірісу керек. Сонда осы әйелге жазылған ризық сіз арқылы келетін болады да, сізге кіретін ризықтың есігі үлкейеді. Өйткені сіздің табысыңыз неге үлкейіп жатыр? Берекесі де көбейіп жатыр. Өйткені сіз екі адамның ризығын табуға өз мойныңызға алдыңыз. Түсіндіңіз бе? Бізде кейбір батыстан кіріп кеткен бір нәрселер бар. Екеуі пәтерде тұрады, үйленеді, сосын айтады, екеуміз бірге тұрып жатырмыз ғой, бөліп төлеуіміз керек. Сен де тап, үйде отырма, жұмыс істе. Ол кезде ризық, менің ризығым үлкеймейді. Мына кісі арқылы өзі жұмыс істегендіктен өзінің ризығы осы жақтан келе береді, жазылған ризық. Мен енді үйдегі ер азамат ретінде бір жағынан абырой емес пе? Қамтамасыз ету барлығын. Мына кісінің ризығын шаршатпай әйеліңізді. Өзіңіз жұмыс істеп жатсаңыз, анау есік ашылған кезде әйеліңіздің ризығы сіз арқылы үлкейе береді. Енді қызықты қараңыз. Бір бала дүниеге келеді ғой. Сол бала келген кезде кейбір ер азаматтар бар. Сондай бір әлсіз, сондай бір ұнамсыз баласының пособиясы дейді ғой, баласының пособиясына өмір сүргісі келетін. Көп балалы болса, сол баланың ақшасына өзінің ризығын өлшеп отыратын еркектер бар. Негізі бұл дұрыс емес, бұл абырой емес. Баланың ол пособиясы басқа, бұл баланыкі, ол балаға жұмсалу керек. Ананыкі де, әкенікі де емес та, бұл баланыкі. Баланың артық нәрселеріне жұмсалады, артық алыну керек. Бірақ оның еміне, оның нәпақасына барлығына әке жауапты, әке тауып беру керек. Сонда әке осыны бір бала дүниеге келген кезде баламның да ризығы менің мойнымда деп іске кірісетін болса, қазақ мынандай сөз айтады. Егер қой егіз тапса, шөптің басы айыр болып шығады дейді. Түсіндіңіз бе? Яғни әр баланың ризығы өзімен бірге келеді деген сөз. Сондықтан мен кіріссем болды, себебін жасасам болды, жауапкершілік менде деп алсам болды, баламды асырау керекпін. Аллах Тағала баланың да жазылған ризығын сіз арқылы кіргізе бастайды. Сонда менің ризығымның есігі ашыла бастайды. Көресіз, сіздің айлығыңыз көтерілуі мүмкін, немесе жақсы табысы көбірек жұмыс шығуы мүмкін, немесе бір бизнестің ойы келіп, Аллах Тағала сізге табыстың басқа көзін тауып беруі мүмкін. Егер мен осының барлығын өз мойныма ала алсам, осындай жауапкершілік ала алатын ер азаматтар көбірек болу керек болып тұр.
бүгін қоғамда, түсіндіңіз ба? Жаңағы бірге тұрамыз, екеуміз бөліп төлеу керек, сен де жұмыс істеу керексің деген санадан арылу керек. Ризық мәселесінде әйелді де баланы да шаршатпау керекпіз ғой. Өзіміз табуға үйрену керек, сонда ризығымның мол болғанын көреміз. Мынау ер азаматтың жұмысына байланысты, енді мен бала шағамды асырау керек екенмін, ризық тауып келу керек екенмін деп, арам нәрселерден ризық тауып келмеу керек. Мысалға, сахаби әйелдер күйеулерін шығарып салған кезде былай шығарып салатын. Қазір біздің қоғам мен сахабалардың қоғамын теңестіріп көрейік. Сахаби әйелдер бала шағаларын күйеулері жұмысқа кетіп батқан кезде қолдарына ұстап есіктің алдына шыққан. Сосын біз үшін Алладан қорық, ей отағасы дейді. Түсіндіңіз бе? Біз үшін, бала шаға бәріміз үшін Алладан қорық. Өйткені ризық табуға кетіп бара жатыр ғой. Біз аш болуға сабыр етеміз дейді. Бірақ тозаққа сабыр ете алмаймыз. Мырзам, осыны есіңде тұт дейді. Шығарып сал. Ойлаңызшы, мынандай әйел шығарып салып жатса, сізді осындай дана әйел. Бұл енді мотивация емес пе еркекке? Ойлаңыз. Керемет мотивация ғой мынау. Аз ақша алып келуге дей аласың, арам жолмен емес, адал жолмен тауып келуге шабыт оянады ғой сізде. Ойлаңыз да. Сондықтан құрметті әйел кісілерге де бүгін осы подкаст көріп отқан айтар едік та. Күйеуіңізді осылай шығарып салыңыз. Ал біздің қоғам қалай шығарып салынады? Күйеу шығып бара жатыр. Енді білесің ғой, анау баламыздың мектебіндегілер бәрі iPhone ұстап жүр. Сол iPhone алып бару керек еді. Түсіңіз? Немесе мен ана былтырғы жаңағы шубамен биыл қыста кие алмаймын енді, сол шуба не қылу керек еді енді. Немесе білесің ғой, ертең бір аптадан кейін ана пәленшелер кімдер тойына шақырды ғой, менің көйлегімді ескіріп қалды, кешегі алған, 3 күн бұрын алған көйлегі да, негізі 3 күн бұрын тойға бір киіп барған көйлек. Сон бір көйлек алу керек еді. Енді сен мен көйлек алатын ақша тауып кел деп тұр ғой негізі. Ол қай жақтан қалай табады, ол маңызды болмай тұр да. Бірақ айтса болады, айтпау керек дегенде ұғым шығып қалмасын, мына жерде дұрыс емес түсінік та. Мысалға, астында пікірдің бәрін неге толтырып тастамасын қазір. Комментарийдің бәрін да, мысалға. Сол үшін бірден айтамыз. Әйел кісі айту керек алынатын нәрсесін, бірақ былай айту керек та. Дұрыс айтылатын жол қандай? Мырзам, білесіз ғой, маған көйлек алып бердіңіз, бірақ тойға жаңа көйлек алғым келеді. Бірақ та мен алғым кеп тұр екен деп, сіз арам жолмен алмаңыз оны. Адал жолмен ризық табуға мен де дұға жасаймын. Адал жолмен іздеңіз. Алынбай жатса да мен ризамын. Бірақ алынатын болып қалса, әрине мені қуантасыз. Дұрыс айту жол деймін да. Дұрыс айту жолы еркегіне дұрыс жеткізе білу. Еркек те сол кезде адал жолмен ризық табуға жоспарында өзі дұрыс жасай бастайды. Мына жақтан әйелді дұға жасап отыр. Ана жақта да күйеуі де шығып бара жатқан кезде, Раббым, әйелімнің алдында оны бір қуантайыншы. Бір дұғамен шығады ғой, ойлаңыз. Мысалға, оған бір дұрыс көйлек алып беруге, адал жолмен ризықты көбірек табуға, мен осы айлығым мынандай жоспарға құрылып қойып еді, Раббым, енді мынау көйлегі жоспарымның ішінде жоқ еді, бірақ алып беруге маған артық ризық жаза көрші, және адал жолмен. Күйеудің өзі дұға етіп кетіп бара жатыр да. Міне, әйел мен ер азаматтар деген бір-біріне осындай көлемде қарым-қатынас жасайтын болса, бір жағынан отбасы сақталады, екінші жағынан адал ризық тауып келіп жүреді да. Ешкім ешкімге ренжімейді. Ал бір жағынан таба алмай қалып жатса да, әйелінің екінші сөзі санасында тұр да. Егер таппай жатсаңыз, Алланың қалауы ғой, болды, оған да сабыр етем деген әйелде даналық керек. Ер азаматта осы жерде енді таппай жатсам да риза ғой енді деп Алладан дұға етпей, немесе артығырақ табуға тырыспай, қайта салуға болмайды. Артығырақ табуға әрекет жасап, дұға жасап, жалпы әрекетке берекет деген нәрсе болса. Ұстаз, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз. Ер кісінің рызық несібесі артады, әйел адамның рызық несібесімен бірге келіп есік ашылады дедіңіз. Қазіргі қоғамда әйел кісілер жұмыс істегісі келеді, өздері ақша тапқысы келеді. Сол дұрыс па, ол солай бола ма? Машалла, күшті сұрақ. Әйел кісі де жұмыс істеймін, ризық табамын деген кезде, күйеуі оны қамтамасыз ету міндетті. Бұл жерде күйеу жұмыс істеп ризығын табады деген кезде, мына кісі жұмыс істемей ақ қойсын деген нәрсеге емес. Бұл жерде ер азаматтың абыройы үшін айтылып жатыр. Түсіндіңіз ба? Абырой мәселесі. Және ер азаматтың бұл жауапкершілігі, бұл міндеті, әйелді асырауы, оның ауырып қалғанда дәрі-дәрмегін тауып беруі, оның жылдың 4 мезгілінде қажетті киімдерімен киіндіруі, түсіндіңіз ба? Қоғамынан қалдырмай отыруы, бұл ер азаматтың міндеті. Ал бірақ оның сыртындағы нәрселерді әйел кісі өзінің тапқан ақшасымен алып жұмсай берсе, ешқандай айып жоқ ол жерде. Түсіндіңіз ба? Ал әйел адамда ризықты не үшін табады? Ол үшін пайғамбарымыздың жұбайларына назар аударайық. Пайғамбарымыздың сондай бір жұбайларының бірі кәдімгі өзі қолдан жаңағы бір затты жасап, сол нәрсені сатып,
сатып, соның ақшасынан садақа беріп отырған. Түсіндіңіз ба? Садақа неге? Алланың разылығын табу, өзінің де ақиретін жасап отыр. Сондан әйел адам бұндай қызметтерді атқара алады. Тек қана үйден шыққаннан қайтып келгенге дейін Алласының алдындағы оның тақуалық формасын сақтай алса болды. Ол тақуалық жаңағы киімдері, жүріс-тұрыстары, дауысы, осының барлығы Алланың қалауымен, Алланың разылығын ғана көздеген нәрсемен шығу керек та болды. Осы қамтамасыз етілсе, бисмилля. Және бұл ризықты табудағы да мақсатынан айнып кетпесе болды да. Мен күйеуімен жарысып кетпесе болды. Жаңағы сөзімізден мынандай бір қорытынды шығаруға болады да. Ер азамат әйелді қамтамасыз етуге міндетті ризық табуда, иә? Ал әйелдің тапқаны ше? Әйелдің тапқаны бұл әйел кісінікі. Әйелдің тапқаны әйел кісінікі. Енді қараңыз, әйел кісі өзі рұқсат етіп, егер күйеуінің ризығы жетпей жатқан болса, рұқсат етіп өзі пайдалануға берсе, онда сол кезде ғана рұқсат. Мысалға оның мәһіріне келген нәрсесі бар, тағы да жаңа жұмыс арқылы келетін нәрсесі бар. Бұның барлығы бұл әйелдікі. Бұл әйелдікі, түсіңіз бе? Мен о жақтан қол сұғып, сен міндеттісің, біз бала ортақ. Бұл балам ауырып жатқан кезде дәрісін алып беруге сен міндеттісің деуге менің хақым жоқ. Керісінше мен тауып беру керекпін бала. Бірақ енді ойлаңызшы, ер мен әйел бір-біріне киім деп айтады ғой, мысалы, киім деп. Сол кезде еркегі бала ауырып жатыр, мысалы, еркегі дәріге айлығы түспей жатыр, қиналып жатыр да, әйелде ақша тұр, енді әйелде отырмайды ғой, сен тауып келу керексің деп. Егер дұрыс ақыл саналы әйел болатын болса, әрине баласын аямайды ғой, ол да. Онысы да әрбір әйел солай ғой, негізі ана сондай ғой. Баласына дәріс алып бере береді. Бірақ та ер азамат осыны өзіне не санау керек та, мен қамтамасыз ету керекпін. Тіпті баласына кетіп қалған дәрі-дәрмектің ақшасын дәріге қанша кетті, әйеліңізге қайтарып бере қойын. Ризықтың табу ниеті қандай болу керек түбінде? Біз бүкіл ризықты табамыз сол арқылы Алланың разылығын табу үшін. Түсіңіз? Енді мен өзімнің қарымды тойдыру үшін жұмыс істеп ақша тауып жүрсем ше, тіпті осы нәрсеге тамаққа мұқтаждығыңызды шешу үшін, яғни тамаққа мұқтаждығыңызды көрсетіп, ана жұмыс істеп, айлыққа тамақ алып келіп, соны ішіп атуыңыздың өзі, сіз Алланың алдында әлсіз екендігіңізді мойындап жатқан күйіңіз ғой негізі. Үйленген болсаңыз, пайғамбарымыз айтады, әйеліңнің, бала шағаңның аузына алып келіп салған тамақтарың садақа деген. Садақаның үлкені отбасыңызға жәрдемдесуіңіз. Бұған керемет Құраннан оқиғаны келтірейін. Сүлеймен пайғамбар мынандай дұға жасайды. Раббым, маған дейін ешкімде болмаған байлық берші. Және менен кейін де ешкімде болмайтындай. Сондай дүние бер маған. Мақсат қараңыз. Не үшін сұрап отыр оны? Мен оны саған бағындырам дейді. Яғни дүниені, бұл дүниенің барлығы не үшін тапқым? Мен бір бай болу үшін емес. Соның бәрін саған бағындырам. Сен риза болатын жолдарға жұмсаймын оны. Осы ниет шын екендігін дәлелдеген кезде, Аллах Тағала шын сұраған, жүрегін білуші ғой Алла. Сүлеймен пайғамбарға желдерге дейін бағындырды Аллах Тағала. Біз бүгінде шынымен де дүние тапқымыз келсе, мақсатты дұрыстасақ болды. Мысалға бір кәсіпкерсіз, өзі бизнесмен кісілермен кездессем айтам мен. Бір жігіттер болады, мысалы айтайық, мен айына 5 миллион табыс тапқым келеді. Мен айтамын да, неге тарылтасыз? Сұрасайшы үлкенірек. Енді ақылға салсаң, әрине ол енді кішкене қиындау шығар деп ойлайды ғой. Алланың мүлкін тарылтпасаңшы. Тіпті былай сұраңыз деймін да, мысалы бизнесмендер тыңдап отқан өзіне лайфхак дейміз ба, не деп айтамыз? Алса болады. Сұрайсыз ба Алладан, былай сұраңыз. Аллахым, менің мынау Алматы, бүкіл Алматының мұқтаждарына мен бірақ зекетіммен бәріне үй алып беретіндей дәрежеде маған байлық берші. Неге тарылтасыз Алланың ризығын? Өз Аллах Тағала айтып тұр ғой, көктер мен жердің қазынасы, кілттері менде деп тұр. Қазынасы менің қасымда деп тұр да. Ол бай Алла. Ол мүлдем оның байлығы сарқылмайды. Осы Алламен байланыс жасау керекпіз да. Әмәну уәттақау дейді. Иман келтіріп, сосын тақуа болса, тақуа деген сөз Алланың айтқанымен жүрсе. Лафатахна алейхим баракати минас сама. Біз аспаннан берекені ашып береміз деген. Мысалы, аспанда кометалар дейміз ғой, ұшып жүретін. Түгел алтын ұшып жүрген кометалар бар екен білесіз ба? Бүгін ғылымның жетіп отқан нәрселер. Анау біреу түсетін болса, бүкіл Қазақстан болды жетеді. Түсіңіз?
Бұдан басқа да ризықтар бар ғой, түсінесіз? Егер екі нәрсені орындашы деп тұр ғой. Бұл тек қана үлкен қауымға ғана емес, жеке адам ретінде де мен ризығымның молаюын қаласам, иман келтірем, тақуалықты ұстанам ба, Аллах тағала бере береді. Осы жол, бұл кілт. Бұл кілт. Егер осы кілтті дұрыс қолдансам, онда ризық ашылды деп ойлай беріңіз. Қаншалықты біз мақсаттар дұрыс қоймайды екенбіз да, бізге берілген ережелерді дұрыс қолданбайды екенбіз да. Ол Құран деген бұл тек бейсенбі мен жұмада оқып отыратын кітап емес қой. Немесе оны Фатихадан Насқа дейін хатым етіп оқи беретін кітап емес қой. Бұл түгел өмір сүрудің жолы ғой. Байығыңыз келсе, ол жолды да үйретіп отыр. Дұрыс байыш. Берем деп тұр да, берем. Мысалы, мына хадисті қараңызшы, таңғаласыз. Құдси хадисте пайғамбарымыз айтады, былай дейді. Мәтіні Алладан құдси хадистің, сонда Аллах тағала айтады. Егер де адамдар мен жындар, әуелгілері мен соңғылары түгел жиналса, бір төбенің басына, сөйтіп қалағандарын сұраса дейді. Кім ойынан не келеді, қиял жеткен жерге дейін сұрасын деп тұр ғой негізі. Қиял жеткен жерге дейін сұрасын. Сосын мен олардың әрқайсысына соның сұрағанның бәрін берсем дейді. Менің байлығымнан еш нәрсе кемімейді дейді Аллах тағала. Ойлаңыз, еш нәрсе кеммейді. Тек қана үлкен мұхитқа, ойлаңыз да, үлкен теңіз мұхитқа бір инені сұғып, бетіп батырып, қайтып алғанда инеде қанша көлемде кетсе, мүмкін сонша ғана кемір. Мүмкін, бірақ кемемейді деп отыр. Енді ойлаңыз, мұхитқа инені батырдыңыз, алсаңыз, дүниені мен өзімнің еңбегіммен байламайық, нәтиже ол Аллаға байланған. Мендегі әрекет, ал оның жемісі, оның нәтижесі Алланыкі. Және ықылас, ниет, иман мен тақуалықты орнына қойып, Алладан шын сұрайтын болсам, зекетімді бере алатын, сонда иманым көтере алатын болса, онда Алла сізге беруге дайын, ризығыңызды молынан беруге. Осындай Алламен дұрыс жұмыс жасай алуымыз керек. Алланың есімдерінің ішінде Әр-Раззақ деген есімі бар. Ризықты енді ол берген кезде тоқтатпай беретін. Әр тынысың ризық қой сіздің, әр тыныс алуыңыз ризық, тоқтатпай беретін. Сондай бір есімдердің ішінде Әл-Уаххаб деген есім бар. Ол сыйлық жасаған кезде Аллах тағала сіз болды, жетет дегенге дейін береді деген есім бұл Әл-Уаххаб деген. Ойлаңыз. Осындай есімдері Алланың. Сондықтан осындай Алламыз бар, сол Алламен дұрыс мәміле жасау керек. Иншалла. Көліктің ең қымбатын сұрасаң, алсаң, ол ысырап емес пе? Мысалға жай көлік алса да болады ғой дейді. Күшті пайғамбарымыз астына сондай түйе мінген, ең жүйрік түйе болған пайғамбарымыз, Қасуа. Түйелер жарыстырған кезде пайғамбарымыз түйесі үнемі озып кетіп отқан. Түсіндіңіз бе? Демек, сіздің астыңызда ең жақсы көлік мінуге бұл сүннетте көрсетіліп кеткен. Сосын сүннет киім деген нәрсе бар да. Сүннет киім бізде көп жағдайда басқа бір нәрсені елестетіп алғанбыз ба біз негізі? Кейде қыржым киімдермен, бір сондай кейде сүннет киім деген негізі таза және ең әдемі дұрыс киінген киім. Сіз қоғамыңыздың көлемінде қандай киім бар, сол қоғамның ішіндегі киіп жүрген киімдердің тақуалыққа лайықты киімін аласыз да, соны таза дұрыс киюіңіз. Бірақ оны қымбат қылып кисеңіз де болады, проблема емес. Ал енді ысырап қай кезде болады? Мен ең қымбат көлікті мініп, ең қымбат киімді мініп, киіп, ең қымбат сағаттарды тағып, миллионный сағаттар, мысалға. Соның бәрін бетіп шалқып, бірақ Алланы мойындамасам, сіздің осы кеткен нәрсеңіздің бәрі ысырап. Түсіндіңіз ба? Өйткені шүкірлік деген нәрсе Алланы мойындаумен, Аллаға сәжде етумен орындалатын нәрсе. Ананың бәрі ысырап болмас үшін, осы нығметтерінің барлығының шүкірлігі, мен маңдайым сәждеге келіп жығып, Раббым деген кезде түгел шүкірлік орындалды да, бүкіл нығметтің шүкірлігі. Сол үшін де біз мұсылман адам бай болу керек. Негізі. Бұдан қашпау керек. Неге? Өйткені мұсылман адам бай болса, онда ол айналасына пайдасы тиеді. Бірақ мұсылман болып, аты мұсылман болып, өзі бай болып, бірақ затында мұсылмандық жоқ болып, айналасына пайдасы тимей, өзім дей беретін болса, онда бұны сараң адам деп Аллах тағала Құранда оны тіпті сондай күйде бір жек көріп айтқан. Мысалға айтайық, бүкіл өсекшілерге, ғайбатшыларға уай болсын, тозақ болсын дейді. Әлләзи жамаға мәлән уәаддада. Әлгі мал дүниені жинап, санай беретіндер дейді. Шотын қайта ашып көріп, көрдіңіз, дүние кіріп баратыр жатсын. Сосын ихсабу анна малаху ахлада, осы дүние малы бұны мәңгі өмір сүретіндей қылып ойлап жүргендер, өздерін сөйтіп есептеп жүргендер. Міне осылай Аллах тағала жек көріп айтады осындай адамдар туралы.
түсіндіңіз ба? Атың мұсылман болып, бірақ затың осындай шүкірсіздердің халін өзіңе жинап тек санап, ешкімге бермей, шық бермей шығайбай болып, қазақ кезінде айтқан шық бермей шығайбай. Түсіндіңіз ба? Ана шық бермес шығайбай, ана есігінің алдында өсіп тұрған шөпке қонатын шық деген нәрсе бар ғой, ана су болып, соның өзін беруге қимайтын бай. Бұндай адамдардан Алла сақтасын. Оларға жиған дүниесі зекетін бермей, садақасын бермесе, ертең жылан болып оралып, оның екі қап-қара көзі болады, аузын ашып, кәдімгідей мен сенің дүниедегі малыңмын, сенің мансабыңмын, байлығыңмын деп келіп, ол қабірдің ішінде шағып, осылай азапқа бөленеді деген. Сондықтан Алла бұндай нәрсені сақтасын. Ал Құранда Тәубе сүресінде байлықты астына басып, тығып, ешкіммен бөліспей өткендер, адамзатпен, халықпен, қоғаммен бөліспей өткендер, онда Аллах тағала бұндай шүкірсіздерге Тәубе сүресінің ішінде әлгі алтын мен күмістері якнизуна, кәдімгі жинай беріп, ешкіммен бөліспегендер, жақсылыққа жұмсамағандар, баласының өзіне қимағандар. Мысалы, сондай бір адамдар бар, мың жарым қойы бар, жалғыз түйір қызы бар да, соны оқытпаған ғой, соған қимаған адамдар бар, өмір сүріп кеткен. Қойдаңыз. Сонда соны жинай бергендерге дейді, олардың біз дейді, жамбастарын, арқаларын үтіктейміз ертең осы байлықпен дейді, тозақтың ішінде дейді, Алла сақтасын. Сол үшін байлықтың онда өзіңізде ең жақсы киімді кию лайықтысыз, иншалла. Ең жақсы көлікті мінуге лайықтысыз. Мұсылмансыз ба? Алланың жолында дұрыс атқарып жүрген адамсыз ба? Мысалға, енді мына жағы бар, қарайық. Сіздің байлығыңыз жинадыңыз да, бір ең қымбат көлік алып алдыңыз да. Сөйтіп, негіз осыған жеткен, тағы да біраз байлық жинап, тағы бір нәрселерді алуға болады. Бірақ та қазір мына көлікті алатын кезде бір сәт ойланайықшы енді. Енді бұл ысырап жағынан емес, мына жағынан ой тастайын. Әкеңіздің бір екі туысқаны әлі намаз оқи алмай жүр. Бірақ іштерінде бір қызығушылық бар. Немесе анаңыздың бір туысқаны умраға барғысы келіп жүр. Бірақ жағдайлары жоқ. Мен мына жақта ең қымбат көлікті алып жатырмын да. Бұл өзіңіз дегенге ұқсап баратқан жоқпын ба деп ойлану керек та бұл кезде. Сол көлікті одан да бір шағын көлік алыңыз да, ана кісіні умраға жіберіңіз. Ана екі кісіні қосып жіберіңіз. Сол жаққа бар Қағбаның қасында бүкіл әлем оқып жатқанды көрген кезде жүрегі ашылып, мүмкін Аллаға сәждеге құлайтын шығар. Қанша сауап. Бір адам тура жолға түссе, дейді пайғамбарымыз Алиге айтып жатқан хадисінде, ей Али, Аллах тағала сен арқылы бір адамды тура жолға салатын болса, онда Араб жазирасы, ойлаңыз қазір қанша мемлекетке созылып тұр Араб жазирасы, Шибхул жазира, Араб жазирасының дейді, толы қызыл түйелерден де артық болады сен үшін деген. Бүгінгі қызыл түйе дегеніміз ең қымбат көлік бүгінгі. Соның Араб жазирасы толып тұр ғой былайынан. Сіздікі, соның бәрін Алланың жолында садақа ете саласыз да. Осыдан да қайырлы бір адамның тура жолға түсуі. Біз байлықты дүниемен өлшемеуіміз керек, ризықты тек қана дүниенің ғана ризығымен өлшемейміз. Біз ризықтың артында ақирет өлшенген кезде бұл дұрыс мақсатты ризық болады. Алламен байланған кезде ысырапсыз ризық болады бұл. Өйткені сіз Алланың құлдарына жәрдемдесіп жүрген адамсыз. Батыста білесіз бе, атақтылар бар ғой. Африкада аш болып шығарып беріп жатады, бірақ мұсылмандығы жоқ. Мысалы мұсылмандығы жоқ. Сол біледі, ар жағында бір ілім тұр да, қандай ілім? Көмектескен сайын сенің байлығың кемімейді. Ер адамның ризық несібесі әйел адамның қажеттілігін жабуға келмей жатса, онда қалай істеу керек? Қандай амал қылады? Әйел бұл кезде қалай сабыр ету керек па деген сұрақ шығып тұр ғой. Негізі ерлі зайыптылық өмір деген бұл шалқып тасып байлықта ғана өмір сүріп, байлық болса ғана екеуміз біргеміз, байлық жоқ болса екеуміз бөлекпіз деген сана үшін ерлі зайыпты болмайды негізі. Ерлі зайыптылық өмір деген ол үлкен мүлдем басқа мақсаттарда. Өкінішке орай сіз қазір андай қоғамның ең бір ауыр нәрсесін сұрадыңыз. Осы тақырып үшін ажырасып кетіп жатыр отбасылар. Күйеуінің ақшасы жетпегені үшін ажырасып кетіп жатқан отбасылар бар. Бұл ақыл сана дұрыс жұмыс етілмеген кезінде бір таяздығын көрсетіп қалатын жағдай болуы мүмкін. Күйеуі ішпейді, шекпейді, бірақ ризығы бар, бірақ өлшеулі да енді. Әйелдің хотелкаларын дейміз ғой, көп нәрселерін алып бере алмай жатыр отбасында, бала шағасының да мысалы. Бірақ шамасы келгенше әйтеуір бір киімін тауып қояды, жаңа тамағын аш қалдырмай тауып келіп отыр, бірақ артық таба алмай жатыр. Бірақ әйтеуір жұмыс істеп жүр негізі шаршап. Осы үшін тастап кетуге бола ма? Осы үшін тастап кетіп жатқан кісілер бар, бір-бірін, ойлаңыз. Сонда ерлі зайыптылық өмір деген бұл байлық үшін бірге тұру емес,
бұл ұлы мақсаттар үшін бірігу. Қандай мақсаттар үшін? Екеуміз қолымыздан жетектеп қоғамға мықты ұл мен қызды тәрбиелеп шығару. Қолымыздан жетектеп, екеуміз бір-біріміздің қолымыздан ұстап, бүкіл отбасыларға үлгі болатын отбасы болу. Ыстық пен суыққа бірге төзіп, қолымыздан ұстап, жәннаттың ішіне кіріп кету. Осы мақсаттар. Осы мақсат дұрыс болатын болса, миссиялар дұрыс болатын болса, отбасыда күйеуінің ақшасы аз табылып жатыр ма, көп табылып жатыр ма, әйел онда сабыр етеді. Екеуін де отбасын көлемде жәннатқа кіргізгелі тұр ғой. Ал егер ойлаңызшы, оған шүкірсіз болып, жоқ, маған білмеймін, қалай болса да жаңағы iPhone 16 алып бер, қалай болса да менің астыма бір көлік алып бер деп отырып ана жерде күйеуінің шамасы болмай, кредитке барып ұрынып ататын болса, осымен береке табады ма? Ешқашан береке таппайды. Бағана ризықтың мақсаттарын айттық қой енді. Сондықтан адал жолмен табуға, адал жолда жұмсауға уақыт, жаңағы өміріңізді сол нәрсеге арнаңыз. Өйткені қияметте пайғамбарымыз айтады, сұралатын сұрақтың ішінде ризыққа қатысты, саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтты, ризыққа қатысты, мал дүниеге қатысты екі нәрсе сұралады. Екі сұрақ болады бөлек. Қайдан таптың, қайда жұмсадың? Осыны ойланайық. Қайдан таптың? Адал жолмен таптым. Қайда жұмсадың? Адал жолға жұмсадым. Ұстаз, рахмет сізге, Алла разы болсын. Әмин. Білімдеріңізге, сіздерге ұзақ өмір берсін, Алла тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Өте керемет подкаст болды. Біздің көрермендерге осы видеоның астына пікірлеріңізді жазыңыздар, бөлісіңіздер осы видеомен, лайк басыңыздар, және де келесі біздің шығарылымдарға өз сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Алла тағала баршамызға адал, мол ризық нәсіп етсін. Баршамызға ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.